Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен қазір сіздерге e-өтініш сайты арқылы қалай обращение қалдыруға болады, соны көрсетемін. Егер сіздің мемлекеттік органдарға белгілі бір арызыңыз, шағымыңыз немесе ұсынысыңыз бар болатын болса, оны әкімдікке, цон-ға немесе министерствоға бармай-ақ, оны сайт арқылы, яғни e-өтініш сайты арқылы жіберуіңізге әбден болады. Қазір мен сіздерге мысал ретінде бір өтініш жасап көрсетемін. Ол үшін eGov Mobile приложениесін өздеріңіз скачать етіп аласыздар. Менде уже дайын тұр. Міне, мына жерде ашқан кезде бірден e-өтініш деп ең бірінші болып шығып тұр, соны басасыздар. Мінекей шықты. Енді ең басында подать обращение деп тұр, соны басасыздар. Енді мына жерде вид кодекса таңдайсыздар. Менде мына жерде ең қарапайымы, сіздер өздеріңізге керектісін таңдауларыңыз болады. Мен мына жерде иное деп таңдаймын. Государственный орган, мына жерде әкімшілік болса, әкімшіліктің атын жазасыздар, цон болса, цонның атын жазасыздар. Ал маған қазір Министерство национальной экономикаға обращение жазу қажет. Міне, соны поискқа жазсаңыздар, мысалы, Министерство национальной экономики деп. Мінекей таңдаймыз. Выбрать. Енді описание дегенге өздеріңіздің ойларыңызды қазақша немесе орыс тілінде жазуларыңызға болады. Мен мысалы өзімнің ипімді реестр субъектов малого бизнеса, осы реестрге тіркеңіз деп сообщение жазғым келеді. Мінекей. Мына жерде міндетті түрде кішкене көбірек жазыңыздар. Осы жаздық. Өздеріңіздің файл болса, оны прикрепить етуге болады. Астына қарай түсіресіздер, подписать и отправить деген басасыздар. Өтінішті жібергеннен кейін мои обращение дегенді бассаңыздар, осы жерде сіздерге шығып тұруы қажет. Мінекей дәл осылай. Өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, арыз шағымдарыңыз болса, мемлекеттік органдарға жіберіңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.